Бәріне сәлем менің құрбыларым. Бүгін бізде өте маңызды тақырып. Сол үшін бірден іске көшейік. Жігіт, неге сені игнор жасауы мүмкін? Қарапайым адамдар сенің оған ұнамай, ол бұл нәрседе ешқандай пайда көрмейтіндігінде деп айтушы еді. Бірақ барлығы соншалықты жеңіл емес. Кейде сен жігітке ұнайтыныңды біліп, оның сезімдеріне толық сенімділік танытсаң да, ол есуаз сені игнор жасап, мүлдем еш нәрсе жасамайды. Неге олай екен? Бұл жалпы бір түрлі нәрсе емес пе? Әлде оның басқа да себептері бар ма? Қандай, қаншау және осының барлығын қалай түсінуге болады? Тура осы себепті мен сендердің сүйікті интернет құрбыларың Санжар Айдар осындай видеоны түсіруді ұйғардым. Бүгін мен жігіт сені ұнатса да неге игнор жасайтынын анықтауға көмектесетін боламын. Дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, мүмкін ол сені игнор жасап жүрген жоқ шығар. Алдымен жігітті игнорщик, сатқын және халық жауы деп атамай тұрып, терең демалып, сабамызға келуге тырысайық. Мүмкін ол сені игнор етпей жүрген де шығар. Себебі кейде қыздар өз ойларында неше түрлерін ойлап тауып, артынша бұның барлығы қызаруға алып келіп жататын білеміз. Жігіт жай ғана шаршап, қолы бос емес болуы мүмкін. Ал сен болсаң, соған ашуланып, бұл есуастың неге жауап бермей жатқанын әлі де түсінбейсің. Жоқ жерден сылтау іздеудің керек жоқ. Егер ол саған кеш жауап беріп жатса, онда ол бос емес болып, оның шынымен ыңғайы келмеген шығар. Екінші, сен ол үшін тым жақсысың. Егер сен әдемі болсаң, онда көп жігіттерде сен сияқты қыздың алдында жаңылып қалу қорқынышы бар. Бұл жиі байқалатын нәрсе. Көбінесе жігіт жақтан үлкен қызығушылық байқалып, арақатынас ары қарай дамай жатқан кезде байқалып жатады. Ал игнордың басты себебі жігіт сен үшін өзін жеткілікті күшті емес деп ойлап жатқаны. Бұл негізі жігіт сенен қашып жүру үшін нақты себеп. Сен оған ұнайсың, бірақ бұл өзіне толық сенімді емес. Жігіттің басында өз самооценкасына қатысты тарақандар бар болып, әлі де өзін саған қызық емес деп ойлайды және конкуренциядан да қорқады. Себебі сенің артыңнан жігіттер топ болып жүгіреді ғой. Мүмкін ақша жағынан да тартпай қалам деп ойлап қалған шығар. Жалпы айтқанда тағы да мың бір сылтау. Үшінші, ол сенімен манипуляция жасайды. Бұл әрине өте сирек нұсқа, бірақ ол паразит сенімен манипуляция жасауды мүмкін. Ой, есуас, қыздарды сындыратын бір видеоларды қарап алады да сені одан сайын өзіне ғашық еткісі келеді. Әрине, бұл нұсқа ең дұрысы. Сен оған ұнағандықтан жігіт сені игнор жасайды. Ол болса осылай сенің артыңнан жүгірмегендей бір кейіп танытады. Себебі келесідей сөз бар. Қызды неғұрлым аз жақсы көрсек, соғұрлым оған қаттырақ ұнай бастаймыз. Бұл жерде саған уайымдайтын еш нәрсе жоқ. Себебі жігіт сен жайлы ойлап, армандап, саған звондамау үшін өзін әрең ұстап жатады. Бірақ жігіттер бұндай тәсілмен сирек түрде ғана манипуляция жасап жатады. Неге олай дейсің бе? Себебі олардың миы орында емес қой. Міне сол үшін. Төртінші, әлі толық анықталған жоқ. Сендерде кейде бір жігіт ұнап жатып уақыт өте келе оған бәрібір болып қалатын кездері болды ма? Немесе сендер жақсы сөйлесіп жатып, келесі күні оған да қолың тимей қалатын кездері ше. Міне бұл тура сол жағдай. Сен жігітке ұнағанның өзінде ол сенімен әлі де кездесуге дайын ба, жоқ па белгісіз болғанда. Жігіттер көбінесе логикалық жаратылысқа жақын, қыздар болса эмоционалдыға. Себебі жігіт барлық артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстырып жатады. Жоқ, есуас емес пе таза? Жай ғана саған күтім жасаудың орнына ол әлі ойланып қояды өзі. Әрине, бұл нәрселер сені ашуландыруы мүмкін. Себебі жігіт төбет етіп жатқанда кімге ұнайды дейсің. Бірақ бұның барлығы жақсы жақтары да бар. Егер ол сенімен кездесуге бел буса, демек барлығын дұрыстап таразыда өлшеп, нақты ойланып қабылданған шешім болатын. Және оның бұл шешімнен келесі күні айнып кетпейтіні анық. Бесінші, сен бір нәрсе білдірдің. Мәселе келесідей, сен бір жігітпен таныстың. Ол өзі сөйлескізі келіп, сен кездесуге шақырды. Сен барып келдің, барлығы тамаша өтті. Ал жігіт болса жоқ жерден саған суып кетіп, игнор ете бастады. Бірақ сен ойыңша барлығы тіптен керемет еді ғой. Оның себебі жігіт сені жақсырақ танып,
сенің оған сәйкес келмейтініңді білді. Мүмкін сен оған айтпау керек нәрселерді айтып қалдың, немесе оның құндылықтарымен белгілі бір принциптері бөлек болып келеді. Және кездесуден кейін ол соларға сенің сәйкес келмейтініңді түсінді. Жігіт те, оны қайтем деді де саған X қойды. 6-шы, ол жай ғана сені қуданды. Жігіттер табиғатынан аңшылар болып келеді және оларға аңшылыққа шығып қыздарды жаулау қатты ұнап жатады. Сол үшін олардың жүректерін жаулағаннан кейін қызығушылық түсіп кетеді. Сол үшін мен әр видеода құрбыларға айтатыным, арақатынастың тез дами бермей жігіттің шынымен лайықты екенін көрсетуге мүмкіндік беріңдер. Ол жай ғана қолданып тастап кетпейтіндей. Бұл жерде тұлға болу маңызды, қызық адам бола білу керек. Тек сырттай әдемі болмай, іштей де. Жігіт сенен тек сұлу қызды ғана емес, жақын досты да көретіндей. Сол кезде ол сенің жүрегіңді жаулағаннан кейін де жігіттің қызығушылығы сақталатын болады. 7-ші, отказ алудан қорқады. Сен болсаң оның алғашқы қадамдарын күтіп отырсың. Себебі саған кішкентай кезіңнен ақ қыз бірінші жазып хабарласуы дұрыс емес деп үйретілген болатын. Ода болса да тура солай. Жігіт саған бар жан-тәнімен ғашық болып қалса, ода жоқ деген жауапты есту қорқынышы пайда болуы мүмкін. Сөйтіп, ол саған әлі де жақындай алмайды. 8-ші, нақты арақатынасқа әлі дайын емес. Айтып жатады ғой, жақсы көретін қыздар бар және үйленетін қыздар бар деп. Кейде қыз шынымен ұнап, оның әдемі, ақылды, қызық екенін байқаған кезде жігіт оны жай пайдаланып кеткісі келмейді. Және тура жолмен барып арақатынасты да бастауға дайын емес. Ол қыздың уақытша емес, қайта бір жігітпен жүргісі келетінін түсінеді. Мүмкін жігіт қыдырып, бойдақтардың өміріне әлі тойған жоқ, ал мүмкін оның отбасы, сабағы немесе өміріндегі мәселелер болып арақатынасқа мүлдем уақыты жоқ. 9-шы, жігітке саған бәрібір. Бұл игнордың айдан анық және жағымсыз белгісі шығар. Себебі сен оны еш қызықтыра алмадың. Қыз ретінде болсын, туысы ретінде де. Оның бөлек өмірі, өз жоспарлар бар және саған ол жерде орын жоқ. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі Инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда сені WhatsApp'та күтемін. Жаңа видеолардан қорғалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.